Баршаңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге саумалдың пайдасы жайлы айтатын боламын. Ендеше видео басталмас бұрын, егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, әлі де менің арнама тіркелмесең, тезірек тіркеліп кет. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Саумал жаңа сауылған бие сүті. Одан қымыз алынады. Кейде суытып, қымыздың қорына қосылған сүтін саумал деп те атайды. Саумал бұл жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім. Ол ағзаға сіңірілу кезінде ас қорыту процесіне қатысатын органдарға, оның ішінде асқазан, ұйқы безі, бауыр, ішек үлкен жүктеме жасамайды. Сол себептен дененің қалыпқа келу процесін жылдамдатады. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін қолданылады. Сондай-ақ ол қан айналымын жақсартады. Саумалдың көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға болады. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер және басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдерінде кездеспейді. Ал құрамындағы С дәруменінің мөлшері сиырдың сүтінен 7 есе жоғары. Енді оның зиянына келетін болсақ, бие сауғаннан кейін 10-15 минуттың ішінде ішілмесе, сүт өзгеріске ұшырайды. Ол сізге ем болмайды. 15-20 минуттан кейінгі сүт қышқылына көтерілуіне байланысты саумал асқазанға ауыр болуы да мүмкін. Оның құрамындағы витаминдер өзгеруіне байланысты асқазандағы қышқыл көтеріледі де адамның іші жүруі немесе құсуы мүмкін. Осымен біздің видео аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең, тезірек тіркеліп кетуді ұмытпа. Ендеше келесі видеода жолыққанша.